Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін 8-ші бөлім 3-4 сабақты өтетін боламыз. Адамның бір қызығы бала деген. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Алдымен экрандағы суретке назар аударып, өз пікірлеріңді айтып ой бөлісіңдер. Суретте бақытты отбасы бейнеленген. Бұл отбасы 3 адамнан тұрады. Суретте сәбиді әкесі қолына ұстап қуанып тұр. Екі ата-ана да балаларына қуанып, мейірімді махаббат көздерімен қарап тұр. Сәби ата-анасына күліп қарап тұр. Бүгін біз мезгіл істеуін өтеміз. Мезгіл істеуі дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін және дәл уақытын білдіретін істеудің түрі. Мезгіл істеулері қашаннан сұрақтардың біріне жауап береді. Оларға кеше, бүгін, ертең, күздігүні, жуырда, әуелде, жаздай, қыстай, тағы да басқа істеу сөздер жатады. Мысалы, ерте ояндым, ойландым, жете алмадым. Бүгінгі жастар шетінен сауатты. Мен бүгін сонша шаршадым. Ертең олардың жатақханасына барып, өз алдына әңгімелесерміз. Енді 3-ші тапсырманы орындау керек. Сөйлемдерден мезгіл істеулерді тауып жаз. Жаңа айта кеткенде мезгіл істеулер қашаннан деген сұрақтарға жауап береді. Енді мезгіл істеулерін тауып көрейік. Сөйлемдерді оқып шығыңдар. Мезгіл істеулері. Бірінші сөйлемдегі мезгіл істеу ол ертең, екінші сөйлемде күздігүні, үшінші сөйлемде әуелде, төртіншісінде ертеңіне, бесіншісінде жуырда және алтыншы сөйлемде ерте деген сөздер мезгіл істеулері болып табылады. Енді 4-ші тапсырманы орындайық. 4-ші тапсырмада мәтін берілген, ол мәтінді мәнерлеп оқу керек. 4-ші тапсырманың астындағы сұрақтарға жауап берейік. Қазақ халқының балаға қатысты салт дәстүрлерінің маңызы неде? Балаға қатысты осы салт дәстүрлер қазір қалай сақталған? Өзің көрген немесе естіген бала өміріне қатысты салттарды әңгімелеп бер. Осы сұрақтардың жауабын бірге іздейік. Бірінші сұрақтың жауабы. Қазақ халқының балаларға қатысты салт дәстүрлері өте көп. Мысалы, шілдехана, бесік той, қырқынан шығару, тұсау кесу. Бұл салт дәстүрлердің маңызы өте зор. Бала халықшыл болсын, дені сау болсын, болашағы жарқын болсын, мықты болып өссін деген оймен жасалады деген ойдамын. Екінші сұрақ. Балаға қатысты бұл салт дәстүрлер қазір өте жақсы деңгейде сақталған деген ойдамын. Менің отбасымда бұл салттардың бәрін ұстанады. Үшінші сұрақ. Мен бала өміріне қатысты сүндет той салтын білемін. Сүндет той бұрыннан келе жатқан дәстүр. Ең бірінші, Ыбырайым пайғамбар мен оның ұрпақтарының сүндеттелген және сүндетке отырғызу Құдайдың берген өсиеті болған. Қазақ халқында бұл салт дәстүрге айналған. Халықтың түсінігі бойынша сүндетке отырғызудың мақсаты бала ер жетіп, азамат болды дегенді білдіреді. 5-ші тапсырма. Төмендегі құттықтау хатты салыстырып оқы, стилін ажырат, жауабыңды дәлелде. Кімге жазылған, кім жазған? 2 құттықтау хат берілген, олардың стилін табу керек. Бірінші мәтін стилі, публицистикалық стиль. Себебі арнайы бір аудиторияға арналып жазылған және халықты бір іске шақырып тұр. Газетте немесе журналда жарияланған мәтінге ұқсайды. Екінші мәтін стилі, ауызекі сөйлеу стилі. Бұл мәтінді белгілі бір адамды оның достары туылған күнімен құттықтап, ауызекі стилінде оңай жазған. 6-ші тапсырма. Кестедегі құттықтау сөздер қандай дәстүрде қолданылатынын жаз. Енді бірге 6-ші тапсырманы орындайық. Кестеде 6 құттықтау сөз берілген. Ешкімнің ала жібін аттамасын, 30 омыртқаң жылдан бексін, ат жалын тартып мінсін, халықшыл болсын, балаңыздың бауы берік болсын, қырандай көреген болсын. Енді осы сөздерді дәстүрлермен сәйкестендіру керек. Ешкімнің ала жібін аттамасын, тұсау кесу, 30 омыртқаң жылдан бексін, қырқыдан шығару, ат жалын тартып мінсін, бесік той, халықшыл болсын, шілдехана, балаңыздың бауы берік болсын, шілдехана, қырандай көреген болсын, тұсау кесу. 7-ші тапсырма. Оқылым мәтініндегі деректерді қолдана отырып, тұсау кесу рәсіміне арналған құттықтау жаз. Құттықтау сөзде есімдіктер мен мезгіл істеулерін ұғымды қолдан. Бүгін алтын баламыздың тұсауы кесілді, күрмеуі шешілді. Ертеңіне қадам басты, сол қадамды кішкентай бір адам басты. Өмір жолы жарқын болсын, қуанышқа бар күн толсын. Көзінен жас ақпасын, удың дәмін татпасын. Басына бақ орнасын, Қыдыр ата оны қолдасын. Ешкімнің ала жібін аттамасын, бүкіл елдің мақтанышы болсын. 8-ші тапсырма. Төмендегі суреттер бойынша мезгіл істеулерін қолдана отырып сөйлем құра. Бірге сөйлемдер құрайық. Бүгінгі ауа райы жаздай ыстық және әдемі. Жазды күні балалар суда шомылады. Ілгеріде мен достарыммен бассейнге бардым. Бұрында қысқы суық өте қатты болған. Мен қыстай бүй үйірмесіне барып үйрендім.
Күздігүні барлық оқу орындарында оқу басталады. Менің ең сүйікті ауа райым ол күзгі жаңбыр. Әуелде күзде біз екеуміз кездестік. 9 тапсырма. Сөйлемдерді оқып, үстеулердің мағыналық түрлерін ажырат. Мәтінді оқып шығыңдар, содан соң үстеулерді анықтап, оларды мағыналық түріне бөлу керек. Ертеректе мезгіл істеуі, жастайынан мезгіл істеуі, көш кезінде мезгіл істеуі, үстінде мекен істеуі, нық, сын қимыл істеуі, емін-еркін, сын қимыл істеуі. 10 тапсырма. Тұсау кесу жырын мәнерлеп оқып, ауызекі сөйлеу стиліне тән етістіктердің түрін ажыратып жаз. Балалар, жырды оқып шығыңдар. Тұсау кесу жырында ауызекі сөйлеу етістіктері бар. Олар мәз болам, қаз балам. Қаз балам дегеніміз баланы еркелетудің түрі. Мәз болам деп емес, мәз боламын деген түрде жазылу керек. Сондықтан бұлар ауызекі сөйлеу стиліне жатады. 11 тапсырма. Қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты қалыптасқан сүндет той, тілашар салт-дәстүрлері бойынша пікір алмасыңдар. Неліктен осы дәстүр қалыптасқан? Қаншалықты оның маңызы бар деген ой тұрғысында сұхбат құрыңдар. Қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты қалыптасқан салт-дәстүрлері өте маңызды. Сүндеттеу бұрыннан келе жатқан дәстүр. Ең бірінші, Ыбырайым пайғамбар мен оның ұрпақтары сүндеттелген, және сүндетке отырғызу Құдайдың берген өсиеті болған. Халықтың түсінігі бойынша, сүндетке отырғызудың мақсаты бала ер жетіп, азамат болды дегенді білдіреді. Сүндетке отырғызылған балаға тай мінгізіп, келген қонақтары сыйлық сыйлайды. Әр отбасы баласы 7 жасқа толған соң медресеге, мектепке оқуға береді. Бұл да бала өміріндегі елеулі оқиға, есте қаларлық елеулі кезең болып табылады. Осы күні балаға жаңа киім кигізіп, оқу жабдықтарын дайындап, шағын той жасайды. Мұны дәстүрлі тілашар той деп атайды. Үлкен кішілер балаға өсті, азамат болды, ғалым бол, ақын бол деген сияқты тілек білдіріп бата береді. Жаңа киіміне байғазы, тағамдар ұсынады. Бұл тәрбиеден бала өскендігінің белгісін сезінеді, оқуға құмарлығы артады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Маған тіркеліп, лайк басып, видеоға комментарий қалдырып қолдап кетіңдер.